Қоршаған орта біз үшін аманат екені рас. Осы аманатты келешек ұрпаққа аман есен жеткізіп қана қоймай, оны түсіндіруге де міндеттіміз. Мен Дінмұхамед Қонаев атындағы номер 9 IT мектеп лицейінің 8 сынып оқушысы Назар Гүлдана Clean Jetсай деп аталатын жобамды сіздердің жүректеріңізге жеткізуге тырысатын боламын. Жақсылап жайғасып алыңыздар. Ендеше кеттік. Қоқыстық ластану көздері келесіде айтылған түрлерге бөлінеді. Өндірістік, көліктік, ауыл шаруашылық, тұрмыстық. Жетісай қаласында біз ластанудың бір түрі тұрмыстық ластану бойынша мәселені көтеретін боламыз және шешімін ұсынамыз. Бұл жоба 5 бөлімнен тұрады. Біріншісі таныстыру. Дәл қазір мен сіздерге таныстырып тұрмын. Екіншісі мақсаты мен күтілетін нәтиже. Үшіншісі жұмыс жасау принципі. Төртіншісі салыстырмалы нәтиже. Бесіншісі қорытынды. Мақсаты өз туған жерінің табиғатын қорғау мен қоршаған ортаны таза ұстау. Сондай-ақ елді мекендердің эстетикалық сұлулығына нұқсан келтірмеу. Күтілетін нәтижеге келетін болсақ, Жетісай қаласының эстетикалық келбеті, сондай-ақ тұрғын үй маңайы, балалар алаңқайы, мектептер мен ауруханалардың санитарлық тазалығы қамтамасыз етіледі. Дәл осы тұста жұмыс жасау принципін айта кетейік. Бұл жоба айсберг секілді. Жер бетінде кішкене ғана бөлігі тұрады. Қоқыс бактары құбырларға жалғанып, барлық құбырлар орталық қоқыс жинау базасына жалғанады. Және қоқыстар тартқыш күші жоғары болатын сорғыштар арқылы жұмыс жасайды. Келесі суретімізде көріп тұрғандарыңыздай, қоқыс жинау базасынан қоқыс вагондарына тиеліп, қайта өңдеу орнына жөнелтіледі. Ендеше салыстырмалы нәтижеге тоқталайық. Айырмашылықтары. Біріншісі, қарапайым жәшіктер толып қалатын болса, бұл жәшіктер толмайды. Екіншісі, қарапайым қоқыс жәшіктерін қоқыс таситын көліктер тасыса, бұл жүйеге ешқандай көлік керек емес. Үшіншісі, жел дауыл болған жағдайда қарапайым қоқыс жәшіктеріндегі қоқыс жан-жаққа шашылатын болса, бұл жүйеде ештеңе шашылмайды. Төртіншісі, қарапайым қоқыс жәшіктері иіс шығарып, қоршаған ортаны ауа райын бұзып тұрса, бұл жүйеде иіс болмайды. Бесіншісі, қарапайым қоқыс жәшіктері қаланың эстетикалық келбетіне нұқсан келтіретін болса, бұл жүйеде әсемдік сыйламаса нұқсан келтірмейді. Қорытынды. Қоршаған ортаны таза ұстау мен зиян келтірмеу өз денсаулығыңызға қарағанға ұқсас. Егер сіз өз денсаулығыңызға қарамай, дұрыс тамақтанбай, зиян заттарды тұтынатын болсаңыз, денсаулығыңызды қалпына келтіру мүмкін болмас еді. Мүмкін болған күннің өзінде қымбатқа түсері сөзсіз. Ал егер ойланып қараңыздаршы, жер шары адамнан қанша есе үлкен, оны қалпына келтіру де қиынның қиыны.